Марат Жыланбаев бұл жай ғана атақты спортшы емес, бұл режимге қарсы шыққан, шындықты айтудан қорықпаған, халықтың мүддесін қорғаған азамат. Бүгін оның өміріне қауіп төніп тұр, денсаулығы нашарлап барады, қысым күшейді, ал біз әлі үнсіз отыра береміз бе? Біз Марат үшін челлендж жариялаймыз. Әр адам Марат үшін бір әрекет. Мысалы, біріңіз пост жазыңыз, біріңіз ақша аударыңыз, тағы біріңіз видео түсіріңіз. Қолыңыздан келетін қолдауды көрсетіңіз. Марат босатылуын талап етеміз. Арон Атабекті өлтірді, Дулат Ағаділді өлтірді, оның ұлын өлтірді. Бүгін Марат Жыланбаевты өлтірмекші. Егер біз тағы үнсіз қалсақ, тағы бір лидерден айырылып қалуымыз әбден мүмкін. Марат Жыланбаев жалғыз емес. Ұлтымыздың мақтанышы Марат Жыланбаевқа бостандық берілсін талап етемін. Мен Марат үшін челленджіні жалғастырамын. Марат тек қана спортшы емес, халық батыры. Осындай жүйеге қарсы шыққан, шындықты қорықпай айтқан батыр. Марат Жыланбаевқа бостандық. Марат Жыланбаевқа медициналық көмек көрсетілсін талап етемін. Марат үшін деген челленджді жалғастырамын. Марат Жыланбаев үшін бір әрекет етіңіздер. Не пост жазыңыз қолдап, бостандық талап етіп, немесе бейнеге түсіңіз. Қорқпасаңыз, жүзіңізді көрсетуге, тағы да бостандық талап етіп, немесе қаржылай қолдау көрсетіңіздер. Марат Жыланбаевқа бостандық.